Сәлем құрметті достар, мінекей Астанаға келіп қалдым. Арнайы Меруерт ханым біздің кішкентай Алижанмен Бұғылы трейл марафонында 12 шақырым жүгірген болатын. Қазір енді гүл шоғын табыстап, және де келесі жылға слот табыстайтын боламыз. Кеттік. Сәлеметсіз бе Меруерт ханым, қалдарыңыз қалай? Келіп қалдық сіздерге Астана төріне, сіздің арнайы жұмысыңызға. Алижанмен сізді көріп кетейік деп, Алижанның қалын біліп кетейік деп, қалайсыздар жалпы? Саламатсыздар ма? Өте қуаныштымыз келіп құттықтап жатқандарыңызға. Өте тосын сый болды бізге келгендеріңіз. Алижанға арнайы сыйлығымыз бар. Бұғы трейлдің символы, көріп тұрсаңыздар, бұғы, кішкентай анасы және міне кішкентай Алижан. Сайлай. Сосын Алижанға арнайы біз балаларға арналған тағамдар алып келдік. Рахмет. Өте қуаныштымыз бізді осылай құрметтеп жатқандарыңызға. Меруерт ханым, сіздің ерлігіңіз керемет болды. Енді Бұғылы трейлда жалпы қаншама халық көріп сіздің жүгіргеніңізді, және де сол жерде жүгіріп жүрген ұл қыздар кәдімгідей қанаттанып, мотивация алып, сізбен бірге Шайтанкөлдің басына дейін шығып, қаншама адамдар видеоға түсіріп жатты. Қазір ол видеолар, сол суреттер бүкіл жақта желіде таралып жатыр, керемет кеңінен танылып жатыр. Сол жағын қысқада айтып өтсеңіз. Негізі бұл да күтпеген жағдай болды. Біз тек қыдыруға бардық. Негізі мен жұмысым бойынша жүзуден тренермін ғой. Біз қыздармен ылғи ашық судағы жарыстарға қатысамыз. Саламатса. Қыздар бізде предложение жасады. Осындай трейл бар екен, барып демалып қайтайық, бәріміз бірге деп. Сол мен өзімде жүзетін қыздармен жиналып бардық. Палаточный лагерьде болдық. Сосын бәріміз бірге жүріп өттік. Сол 12 шақырым трассаны. Біз 12 километр шақырымды жүгірген жоқпыз. Себебі баламның салмағы 11 килограмм, менің сөмкемнің салмағы 5 килограмм, қосқанда 16 килограммен қатты жүгіру, скоростьпен жүгіру мүмкін емес. Біз трассада көбінесе жүріп отырдық. Финишқа келгенде ғана шамалы жүгірдік. Сағат 6:30 болғандықтан ауа райы қолайлы болды, ыстық болған жоқ, кішкене салқындау болды. Сол себепті біз үстімізге жемпір киіп шықтық трассаға. Жанымызда көптеген қатысушылар болды. Ол қатысушылардың бәрі бізді қолдап, бізді тоқтатып, бізбен бірге суретке түсіп, видеоға түсіп отырды. Сол қатысушыларға және ұйымдастырушыларға өте үлкен рахмет айтамыз. Осындай шара ұйымдастырып, Қазақстанның әдемі кең байтақ жерін елге, өзіміздің азаматтарымызға таныстырып жатқандарына үлкен рахмет айтамын. Меруерт ханым, тамаша, керемет. Енді бір сұрақ, мынау сіз осы Бұғылы трейл жарысын қайдан естідіңіз және Қарқаралыға нешінші рет келіп тұрсыз? Қарқаралыға баруым бірінші рет. Бұрын барып көрмегендіктен осы жолы баруға шешім қабылдадым. Қарқаралыда трейл болған туралы бірінші жылдан бастап білемін. Биыл 3-ші жыл болып жатыр. Бірінші жылы менің аяғым ауыр болды, екінші жылы баланы босандым, осы жылы бардым. Негізі өзім трейлдарға 23-ші жылдан бастап қатысамын, марафондарға қатысамын, ашық суда бүкіл жарыстарға қатысамын, белсенді жанмын. Енді керемет сұрақтар да туындап жатыр, жаңағы не бойынша, сіздің жүгіргеніңіз бойынша баланы қинап тастаған жоқ па, баланы селкілдеп тастаған жоқ па деп, омыртқасына зақым келмеді ма деп, сол жағын айтып өтсеңіз. Негізі егер қатты скоростьпен жүгірсе баланың омыртқасына зақым тиетін шығар, но бірақ бізде ондай мақсат болған жоқ жүгіру. Тек қана біз табиғатты тамашалауға, қыдыруға бардық. Негізі жайдан жай отырып тұрып Қарқаралыға кетіп қала алмаймыз. Жарыс болғандықтан ғана бардық. Адамдармен қызығырақ болады. Себебі мен өзім қаншама жарыстарға қатысып жүрген жанмын. Білемін, әр жарыста жаңадан келген жүгірушілер болады. Олар ешқашан трассаны қатты скоростьпен жүгірмейді. Сондай жандармен бірге жүріп өтемін деп, солармен бірге, солардың қолдауымен бірге жүріп өтеміз деген амалмен барған түріміз. Демек, Алижан балаңыз осындай нелерге үйренген ғой, осындай сіздің саяхаттарыңызға? Негізі, мен босанғалы бері бала 40-нан шыққаннан бастап сразу жұмысыма келіп, екеуміз жүзіп үйренгенбіз. Бала шай болған кезде Дубайда әлем чемпионатына барғанбыз Оушенманға. Енді әрине ол кезде баланы алып жүзген жоқпын. Тек қана өзімнің оқушыларымды ертіп, солардың жандарында болдым, қолдаушы болдым. Сосын біз ауылымыз екеуміз көп серуендейміз, көп қыдырамыз, арнайы коляскамызбен жүреміз. Барлық жерде менің жанымда жүреді.
қазір әлі садикке бармағандықтан бүкіл жерде өзіммен бірге ертіп жүремін. Негізі менің балам ашық жарқын, барлық адамдарға күліп, қолын сермеп жүретін бала. Керемет, тамаша. Енді көріп тұрсыздар ғой, құрметті достар, құрметті спортшылар, әйел адам болса да, кішкентай баласы болса да, ешқандай өзіңді тежеуге болмайды. Тек қана алға үлкен биік мақсаттар қойып, сол мақсаттарға жетуге, ұмтылуға тырысу керек. Мінекей соның бірден бір себебі, бірден бір дәлелі осы Меруерт ханым. Енді Шайтанкөл трейлдің ең қиын сәті ол 800 метр таудың басына шығу керек болған. Соған да шығып, кейін қайтып, мәреге жетіп, сол жерде қаншама біздің спортшыларды, қаншама жанкүйерлерді, былай айтқанда жүрегін елжіретіп жібердіңіз. Сол сәт өте керемет, ерекше болды, бүкіл жерде видеода тарап жатыр. Енді ол айтайын дегенім, менің атам 32-ші жылы ашаршылықтың кезінде дүниеге келген. Әжеміз сол баласын енді босанғанда, далада туып қалған болатын. Далада бидай теріп жүрген кезінде, бидайдың масақтарын енді сол кезде сол бидайдың масақтарын жеп аман қалған. Сол кезде әжем, үлкен әжем, енді арғы әжем дейді ғой, прабабушкам. Сол кісі атаны босанған кезде басындағы орамалын шешіп алып, арқасына осылай байлап алып, жаңағы әрі қарай жүре берген екен. Сондай, енді қазірде де ол бізде мысалы анау Үндістанда, Таиландта, сол мемлекеттерде әлі күнге дейін ондай қалыптасқан жағдай екен. Балаларын арқасына асып алып, еңбектеніп жүре береді әйел адамдар. Отырмайды, мен босандым, мен баламмен отыруым керек деп байланып отырмай, шаруасын тындыра береді екен. Сол жағы енді керемет, сол жағын дәлелдей білдіңіз, көрсете білдіңіз. Қысқа енді сол жағын айтып өтсеңіз. Негізі бұл менің өзім таңдауым. Тағы да қайталап өтейін, ешкімді артымнан хайп емес, артымнан движение жасап, барлықтарыңыз балаларыңызбен тауға шықсын деген ондай ойым болған жоқ, тек қана өзімнің таңдауым. Меруерт ханым, гүл шоғын қабыл алыңыз, осы гүлдей құлпырып жайнап жүре беріңіз. Әлижанымызға да кішкентай сый-сияпатымыз бар, ол бұғылы трейлдің символы. Сол ойыншықпен ойнап жүрсін. Міндетті түрде балаларға арналған тағамдар қоятын боламыз. Көп рахмет келіп қолдағаныңызға. Келесі жылда күтеміз. Аман сау болыңыздар.